Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін көріп тұрғандарыңыздай мамықтай жұмсақ болып шығатын өте дәмді булочкалардың рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ал бастайық. Мен бұл жерде бір қамырдан екі түрлі булочки жасадым. Жалпы бұл қамырдан екі немесе одан да көп түрден булочкалар жасап дастарханыңызға қойсаңыз болады. Ал дәл осы рецептпен булочкаларыңыз өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде описанияны оқып шығыңыздар және де тура сол граммдағыдай қоспаларды қосыңыздар. Ал бастайық. Бізге керекті ингредиенттердің барлығы бөлме температурасында болғаны жөн. Ең алдымен таза ыдысымызға опара жасап аламыз. Ол үшін жылы су мен сүтті араластырып, оған қантымызды қосамыз. Жалпы описанияда жазылған қантымыздың тек жарты бөлігін ғана қосамыз. Және де осындай ашытқыны қосамыз. Осының барлығын венчикпен араластырып, бетін жауып 10-15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. 10-15 минут өткен соң біздің опарамыз осы көтеріледі. Көріп тұрғандарыңыздай енді әрі қарай жұмыртқамызды қосамыз. Жұмыртқаларымыз біздің бөлме температурасында болғаны жөн. Және де әрі қарай біз қалған ингредиенттерімізді қосамыз. Ал енді қалған қантымызды қосамыз. Және де сәл тұз қосамыз. Тұзды енді бір шай қасықтан сәл азырақ қоссаңыздар болады. Осының барлығын ең алдымен венчиктің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ал енді ұнымызды електен өткізіп аламыз. Ең алдымен барлық ұнды бірдей қоспаймыз. Жартысын қосып, оны елеп араластырып аламыз. Әрі қарай екінші бөлік ұнымызды қосып, електен өткізіп, жақсылап осындай әзірге қолға жабысатындай қамыр болуы керек. Осылай қамырымыз сәл қолға жабысатындай болады. Енді бөлме температурасында тұрған сары майымызды алып, оны 4 бөлікке бөліп, әр бөлігін саламыз. Ең бірінші бір бөлігін салып, қамырымызды жақсылап тұрып илейміз. Осылай 5 минуттай илеуіміз керек. Майымыз жақсылап тұрып қамырымызға сіңуі керек. Ал енді екінші бөлік сары майымызды саламыз және де жақсылап тұрып тағы да 5 минуттай илейміз. Осылай әр бөлігін салған сайын осылай илей бастаймыз. Ал енді қалған бөлшегін саламыз және де қамырымызды жақсылап тұрып илейміз. Көріп тұрғандарымыздай қамырымыз қолға жабыспайтындай әдемі болып шықты. Міндетті түрде сары майымызды 4-ке бөліп жақсылап тұрып илеп шығыңыздар. Міне біздің қамырымыз қолға жабыспайды. Енді бетін жауып, жылы жерге 1 сағаттай қойып қоямыз. Біздің қамырымыз 2 есе көтерілуі керек. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте жақсы көтерілген, сондай жұмсақ болып шықты. Және де енді осы қамырдан біз өзіміздің тоқаштарымызды жасайтын боламыз. Қамырымызды қолмен кішкене басып алсақ болады. Ал енді булочкаларымыз бірдей болып шығу үшін көлемі бойынша да, салмағы бойынша да, ол үшін біз таразыны қолданамыз. Қалауларыңыз бойынша 60-70 граммнан алсаңыздар болады. Мен бұл жерде булочкаларымды 70 граммнан алдым. Бұл енді сәл көлем үлкендеу болады. Егер кішірек қаласаңыздар 50 грамм немесе 60 граммнан алсаңыздар да болады. Және де әр өлшенген булочкаларымызды осылай домалатып аламыз. Осылай домалатып, пергамент қағазы төселген духовканың табасына салып қоямыз. Және де келесі булочкаларымызды да әдемілеп тұрып өлшеп шығамыз. Және де осылай домалатып әдемі булочкалар жасаймыз. Табаға қойғаннан кейін булочкалардың арасын сәл алшақтау етіңіздер, себебі біздің қамырымыз көтеріледі. Сондықтан арасы кішкене алшақтау болғаны дұрыс. Міне бізде осындай әдемі булочкалар шықты. Енді бетін жауып, жарты сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. Ал енді булочкаларымыз көтерілгенше біз үстіне посыпка жасаймыз. Ұннан, майдан және де қанттан. Бұны жасасаңыздар да, жасамасаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Електен өткізілген ұнымыздың үстінен қантымызды қосамыз және де үстінен мұздатылған сары майымызды қосып,
барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бізде осындай әдемі крошкалар шығуы керек. Мен біздің посыпкамыз дайын болды. Ал енді көтерілген булочкаларымыздың үстіне сары уыз бен сүт араласқанды жағамыз. Осы вилканың көмегімен араластырып алсаңыздар болады. Және де әр булочкамыздың үстінен жақсылап тұрып жағып шығамыз. Ал енді дайын болған посыпкамызды булочкаларымыздың үстіне саламыз. Осылай қасықтың көмегімен әдемілеп жақсаңыздар болады. Посыпканы негізі холодильникте сақтаған дұрыс, себебі майымыз еріп кетпесі үшін. Осылай барлығына сеуіп болғаннан кейін қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Пісуіне 30-35 минутта кетеді. Әрине сіздің пешіңізге байланысты 180-200 градуста пісірсеңіздер болады. Ал енді булочканың екінші түрін жасағалы жатырмын. Ең алдымен таразымен әр булочкамызды өлшеп аламыз. Бұл жерде де 70 граммдай болды. Осылай оқтаудың көмегімен жұқалап, қатты жұқа емес, сәл жұқалау етіп жайып аламыз. Және де ортасына өздеріңіз қалаған салманы салсаңыздар болады. Менде бұл жерде вареная сгущенка, жақсы сапалысын алғандарыңыз дұрыс. Ортасына шоколад немесе кез келген вареньяны да салуға болады. Және де көріп тұрғандарыңыздай пышақпен әдемілеп тұрып кесіп аламыз. Және де осылай рулет сияқты орайтын боламыз. Бізде сонда осындай әдемі булочки болып шығады. Осылай барлығын жасап шықсаңыздар болады. Немесе кез келген өздеріңіз ұнаған формадағы жасап шықсаңыздар болады. Қазір булочкалардың түрлері өте көп. Өздеріңіз қалағандай істесеңіздер де болады. Булочкалардың бетін жауып жарты сағатқа қойып қоямыз көтерілу үшін. Міне бізде осыны үлкен болып көтерілді. Енді бетіне сары уыз бен сүтімізді жағамыз және де қалауларыңыз бойынша посыпкамыз себеміз. Егер бұндай посыпка жасағыларыңыз келмесе, макты немесе кунжутты да сепсеңіздер болады өз қалауларыңыз бойынша. Және де қызып тұрған пеште 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Әдемі қызғылт сары түс бергенше. Міне біздің булочкаларымыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі көтерілген, сонда әдемі болып піскен, ортасы сонда жұп-жұмсақ, дәмді болып шықты. Қалауларыңыз бойынша бұлардың да ортасын салуға болады. Жаңа пісірмес бұрын міне өте жұп-жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап, өз жасағандарыңызбен бөлісіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.